Ассалаумағалейкум достар. Біз әр апта сайын жаңадан сатылымға шығатын автокөліктерді шығарып отырамыз. Арнамызды жоғалтып алмас үшін бізге тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыз. Бұл бөлімде российский учеттағы автокөліктерді ұсынамыз. Так, кезекті көлік бізде орыс учет 14-тік. Иесінің айту бойынша жағдайы жақсы, ешқандай положение керек емес. Жалпы саудасы бар дейді. Қазір бағасын өзінен сұрайтын боламыз. Дөңгелектері қысқы, шөпемен тұр. Так, ауыстыратын жерлерін ауыстырған, ремонттан шыққан. Смело тек отырасыз, кетесіз. Осындай кішкене жақтар, осындай кішкене шіріктері бар екен. Так, міне, тап-таза қызып тұр, ешқандай артық дыбыс жоқ. Брат, пробег қанша? 29. Номер айтып жібересіз бе? Мұнда жазамыз ба? Өзіңіздің номерді айтып жібересіз. Телефон 877 396 77 33. Все, рахмет. Окончательно қанша деп түсінесіз? Негізі бағасы? Миллион қанша деп? Миллион 300. Все, рахмет. Негізі бағасы миллион 300. Так, бізде келесі кезекте орыс учет 10-ка. Дөңгелектері қысқа дайын. Зимний покрышка, шипемен. 16 клапан. Қараңыздар. Жұмыс жасау жақсы машина. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Қанша сұрап тұрса? Миллион 200, 2010 жылға да. Номер айтып жібересіз? 802 747 Ой, 708 690 4493-те. Саудасы бар ғой негізі? Бұлардың деді миллион 200. Пробег неше? Пробег 186. Аха, жақсы. Ал, хабарласып алып Одан кейін бізде 14-тік 14. Ода орыс учет, қысқы дөңгелек. Бұда Priora'ның моторымен екен. 16 клапан дейді. Жалпы бағасы 800-ге берем дейді. Саудасы бар дейді, егер келіп сөйлесетін болсаңыздар, жақсы бағаға беріп жібере аламын дейді. Номер айтып жібересіз бе? Сіздің өзіңіз телефон номеріңіз? 878 570 00 03-те. Пробегіңіз неше болып тұр? 201-те. Аха, жақсы, рахмет. Так, кезекте бізде Lada Granta, орыс учет, дөңгелектері қысқы, 4 дөңгелегі шипемен тұр. Ешқандай вложение керек емес. Бәрі идеальный дейді. Жұмыс жасауы да жақсы. Жылы 2009. Миллион 600-ге берем дейді. Жалпы саудасы бар екен. Салонлары. Номер айтып жібере қойыңыз, брат. Өзіңіздің телефон номер?
878 358 20 00 да. 2 миллион 600 дедіңіз ғой да? Хорошо. Кондер бәрі бар. Состояние идеальное дейді. Так, бізде келесі Priora 1 жылы 2008 мотор 8 клапан. Так, бағасы 1 200 000 дейді. Жалпы хозяин айтуы бойынша ешқандай вложение керек емес. Вложение тек кузовқа керек екен. Осындай кішкене жарықтары бар екен. Жалпы жүрісі, мотор, коробкасы бәрі идеальный екен. Жүрісі бәрі жақсы дейді. Орс учет, дөңгелектері зимний. Жалпы жағдайы жақсы дейді. Жүріске барлығына. Telefon numarası айтып жіберіңіз аға. 878 959 44 82 да? Хорошо. Ал 8 клапан Priora. Ал өтпеген болса, егер үлгеріп алып қалсаңыздар болады. Кезекті Lance Орс учет. Объем неше болады? 1.5. Қысқы дөңгелек. Так, артында осындай шамалы ұрылған жері бар. Жалпы иесінің айтуы бойынша состояниесі жақсы дейді. Мына пассажир жақ крылосы ауысқан екен. Шынгыр жереккіз. Так, ішкі салон осындай. Так, пробег 234. Так, жақсы. Капот ашып жібересіз ба? Капот қара жерек. Так, бағасы? Бағасы 700. Бағасы 700 мың да? Егер саудасы болады да? Қарайтын адам болатын болса? Алатын адам болса, е. Алатын адам болатын болса, саудасы болады дейді. Номеріңізді айтып жіберсеңіз? 775 875 571 571 0887. 0887. Так, машина қалада болады ғой да? Қалада. Қаладан келіп қараса болады. Ал әлі өтпеген болса, келіп хабарласып алсаңыздар болады десе. Так, кезекте бізде Lada Granta 2013 жылғы дөңгелектері қысқы, зимний. Состояниесі жақсы екен. Хозяин айтуы бойынша артында кішкене соғылғандары бар екен ол жерде. Ол бірақ жүрісіне ешқандай кедергі келтірмейді дейді. Кішкене жарылғандары бар екен. Окончательный бағасы 1,5 миллион екен. Негізі 1,600,000-ге шығарып тұр, 1,5 миллионға түсем дейді. Так, номері 878 480 2570. Газ, бензин екен. Простой. С кондером бар ғой. Кондермен бе? Ол қаншаға кетті? 1400. Жақсы кетіп қойған ғой. Так, егер әлі өтпеген болса, хабарласып алып қалыңыздар.
Жалпы базарда осындай тіршіліктер. Так, мынаны. Так, салон бір қарап жіберейін. Так, салон таза. Жалпы таза екен. Арт жақ салон қарап жіберейік. Жалпы жақсы. Все жақсы, рахмет болады. Так, кезекті бізде десятка. Орыс учет. Титан дискісімен все сезонка. Иесін айту бойынша ұрылмаған, соғылмаған, краскіленбеген дейді. Документтері бәрі жақсы. Документтерінде ешқандай проблема жоқ дейді. Жалпы астында бірде-бір шірік жоқ екен. Асты ешқандай жасалмаған дейді. Ешқандай шірік жоқ екен астында. Салон осындай. Пробег 125 мың. Бәрі заводской екен. Алдыңғы екі есігінде шумка бар. Бағасы 1.450.000. 8 клапан. Ай жемейді. Ішіне положение керек емес екен. Бәрі идеал. Ал егер әлі өтпеген болса, хабарласып алып қалсаңыз болады. Жалпы сыртқы бет жақсы екен негізі енді. Алам деген адам болса қарауға болады. Жақсы екен негізі. Бағасын келісіп өздеріңіз аласыздар. Телефон номер айтып жіберсеңіздер. Ана хозяин кім, сіз ба? Телефон номер айтып жібер. Видеоға ма? Иә. Маған айта берші өзің. 8, 7, 5, 875, 875, 880, 76, 76, 94. 94. Все, рахмет. Багажда шығып. Давай багажда көріп жүрейік. Қалай, стакандар қалай? Стакандар соғып қарайды болса. В общем, осындай. Все болды, нормально. Целый будет заводской ғой. Надо сол қарайды. Вот, хорошо. Ал осындай смел дейді. Келген адамға любой адам смел ашып көрсетемін дейді любой жерін. Все, қарап аласыздар енді. Кезекте бізде 99 Ресей учеті, документтері бәрі түгел дейді. Хозяинның айтуы бойынша состояние бәрі идеально. Ешқандай проблемасы жоқ. Төрт дөңгелегі зимный. Так. Номер 801 466 5100. 1.050.000-ге шығарып қойған, негізі окончательно алатын адамдарға саудасы бар дейді. Клиенттің айтуы бойынша қашсаң жеткізбейді екенсің, қойсаң жетіп алады екенсің, 200% дайын дейді. Сатылымға 100% емес, 200%
гарантия берем дейді. Так, осындай шіріктері бар екен кішкене. Турки есігі ашылады. Так, ішкі салон осындай. Жалпы таза, поликтері бар екен. Ал хабарласып алып қалсаңыздар болады. Документі бәрі түгел. Назарларыңызға рахмет. Арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар.